себепкер болады. Ол жыныстық қансыздыққа түскен кезде ол жердің жаңағы қорғанатыны бар, қорғанбайтыны бар. Оны білмейміз ғой. Некеге дейінгі шараларды кәмелет жасқа толмай тұрып, мысалы қорғанусыз жыныстық қатынасқа түскен, жеңіл жүрісті қыздарға көп жақындасқан, өзінің дұрыс жеке бас гигиенасын дұрыс сақтамайтын, сосын бар жаңағы мынау қандай да бір урологиялық аурулардың бар бола, оны біле жүре, уақытта тиісті дәрігерге көрінбейтін азаматтардың арасында осы қуық асты безінің қабыну асқынып кетіп жатыр. Мәселен алатын болсақ, жеңіл жүрісті қыздарға көп барып жүрген жігіттердің арасында осы мына хламидиоз, гонорея, трихомониаз, уриплазмоз, айта берсек енді микоплазмоз, цитомегаловир сияқты вирустардың, инфекциялардың көптеп ағзаға түсуі, ол біреу түссе моноинфекция, біреу екеу үшеуден асса полиинфекциялардың көптеп түсуі, ол әрине стерильный, яғни таза тұрған қуық асты бездің ішіне инетін болса